сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, арнама тіркеліп, қолдау көрсетіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кішкентайымнан жоқшылық көріп өстік. Оңтүстік Қазақстан облысында шет жақтағы сет онша ұстай бермейтін бір ауылға көшіп келдік. Ата-анамның айтуы бойынша, туыстарымыздың көбісі осында тұрады екен. Біз атамызды көп көрмегенбіз. Әжеміз әкемнің айтуы бойынша атамызға тоқал болып тиген. Содан ерген 8 ұл, 5 қызы бар. Ал бәйбішесінен нешеу екенін білмедім. Бұл ауылда бәйбішесінен бір ұлы, бір қызы тұрады екен. Ал тоқалынан 2 қыз, 3 ұл. Сол 3 ұлдың біреуі менің әкем. Әжеміз біздің қолымызда, өзі көп сөйлемейді, жүре алмайды. Осы жағдайды естіп, менде бөліну деген ой пайда болды. Ол кезде бар болғаны 2-ші сыныпта оқимын. Әкем бәйбішенің баласымен таныстырмақ ниетте бәрімізді сол үйге алып барды. Бізбен көрші тұрады екен. Үйлеріне кірсек 9 бөлме, жағдайлары жақсы. Атамызды көрдік, бірақ мен атамды жақын тарта қоймадым. Өйткені арақты көп ішеді екен. Бір қызығы, менімен жасты кішкентай қыздары бар. Бір-бірімізге тек сырттай қарадық та қойдық. Мектепке қабылданып, сыныбымен тез тіл табысып кеттім. Ал әлгі бәйбішенің немересі Жадыра, өзі тым момын, ештеңеден шаруасы жоққа ұқсайды. Ол үнемі магазинге барып, сабақтан қайтарда түрлі тәттілер алып қайтады. Содан 1-2 жыл оны бақылап жүрдім де, онымен достасуды жөн көрдім. Екеуміз біраз көңіл көтеріп, ол мені үйіне шақырып, мен оны үйге шақырып, әбден ойнайтынбыз. Оның үйіне барғанда біраз ойыншықтарын алып кететінмін. Ал мектепте 9 қыз болдық. 3 қыздың руы басқа. Ал 6 қыздың рулары бір. 6-ы үнемі бірге жүретін. Оларға қатты қызығатын едім. Әне-міне дегенше 6-шы сыныпқа келдік. Бұл уақытқа дейін Жадыраны қатты пайдаландым. Тәттілер алдыртып, балмұздақ, печенье. Ақшам таусылды десе, досын үшін қимай қалдым ба дейтінмін. Себебі ол өте ақ көңіл, әрі жылауық еді. Тез сенгіштігі де бар. Содан сыныптас 6 қыздың арасына 7-ші болып кіріп, бай сылқым қыздардың қатарынан табылу үшін бір айла ойлап таптым. Жадырамен жақындау араласатын Әйгерім атты қыздың сумкасындағы 400 теңгені Жадыраның сөмкесіне салып қойдым. Бұны спорт сабағында барлығы баскетбол ойнап жүргенде жүзеге асырдым. Мен неге ол қыздардың арасында болмауым керек? Сымбатты мүсінім бар, көріктімін, сөзге шешенмін, әрі ақылдымын. Ал енді жоспардың жүзеге асуын күттім. Дене шынықтыру сабағынан кейін химия пәні басталды. Мұғалім менің жоспарымды естігендей сабаққа кірмей кетті. Бір уақытта келіп, мен қазір жарты сағаттан соң келемін деді. Содан мен бірінші болып, қайтарда магазинге барып, бәріміз балмұздақ алып, жеп отырып, әңгіме айтайық дедім. Менің ұсынысымды қыздар қолдады. Ұлдар футболға барамыз деді. 2 көзім Әйгерімде. Неге сөмкесін қарамайды деп отырмын. Бір уақытта Әйгерім, менің ақшам қайда? Ақшам жоқ деді. Ол кездері 400 теңгенің құны бар. Шулайтыны анық еді. Барлығы шуласып кетті. Дене шынықтыру сабағында киінетін жерге кім кірді деп айқайлап. Мен міз қақпастан Жадыра кіргенін көрдім дедім. Шын мәнісінде ол тек су ішуге кірген. Содан Жадыраның қасына барып, құлақтан тебе бастадым. Сен алдың ғой, мойындасай, мен көрдім ғой сенің кіргеніңді. Неге өтірік айтасың деп, кінәсіз қызға бас салдым. Тіпті оған сөз берер емеспін. Алған жоқпын деп ақталып әлек. Әйгерім болса жылап жүр. Әйгерім мен Жадыраға жаным ашып кетті. Жадырада ақша болмауы мүмкін емес қой. Болмаған соң сөмкесін ақтардым. 200 теңгеліктің екеуін бір-біріне Әйгерім өзі бүктеп қойғандай қойып қойдым. Әйгерім, мынау менің ақшам ғой, сонда шынымен ұрладым ба? Мен сенен мұндайды күтпедім деді. Жадыра жылап қалды. Маған қарап, сен де сенбей тұрсың ба? Дегендей кейіп танытты. Қайдан білсін, барлығын менің істегенімді. Ал мен
Жетілікке қашан қосыламын деп жан-жағыма жалақтап тұрмын. Мұғалім келіп, сабақ өтіп, сол күні ешкім үн-түнсіз барлығымыз үйімізге қайттық. Ертесіне ерте сабаққа бардым. 6 қыз жиналып, әңгіме дүкен құрып отыр екен. Сырттарынан тыңдап отырсам, жадырадан мұндайды күтпедік. Жағдайы жақсы ғой, ақша ұрлап, не істейді сынды әңгімелер кетіп жатыр екен. Сол сәтті пайдаланып, ақшасы бар болса да, мүмкін ата-анасы бермейтін шығар. Содан күнде алып жүрген тәттілерін әркімнен ақша ұрлап, сатып алып жүрген шығар деп кіріп келдім. Қыздар, рас, үндемегеннен үйдей бәле шығады. Расында да, оны ондай деп ойламаппыз. Өзі үндемей жүріп пысық екен, еще актриса, өтірік жылап қояды ғой деп қыздар күліп жатты. Олардың орталарына қашан қосатыны белгісіз, бірақ тезірек қосу үшін тағы бір әдіс керек сияқты деп ойланып отырғанымда Әйгерім келіп, сен бүгіннен бастап біздің қасымызда жүруге қалай қарайсың? Жетілік боламыз. 7 деген қасиетті сан, сен біздің топқа қосылсан, өкінбейсің деді. Басында өтірік қойшы деп отырып, кейін не істейтіндерін сұрап алдым. Олар көп жиын ұйымдастырады екен. Ал менің оған ақшам жоқ. Мұны оларға тікелей айтуды жөн көріп, жағдайымның жоқтығын, көп балалы отбасында дүниеге келгенімді, әкем үйде, ал анам мектепте еден жуушы екенін айттым. Алайда олардың жауаптарына қатты таң қалдым. Ешқандай ақша шығармауымды өтініп, не отырыс болса да, өздері шығарамыз деп сөз берді. Қатты қуандым. Мен оларды мұнша бай деп ойламаппын. Мен жұмаққа түстім. Жұмаққа. Ақыры демалыс күні келіп жетті. Олар әр аптаның демалысында ауылдың кафешкасына барып, әбден көңіл көтеріп, жігіттерді сындырып қайтады екен. Бұл деген точно рай. Кафешкаға бәріміз бардық. Әбден көңіл көтердік. Неше түрлі сусындар, барлығы бар. Басым айналып, тіпті өнім бе, түсім бе деп түсінбей жүрмін. Бір нәрсені байқап қалдым. Ақбөпе мектеп директорының ұлымен жүреді екен. Ал Әйгерім соның ең жақын досымен. Олар 11-ші сыныпта оқиды. Қалған 4 қыздың жігіттерді қалай ауыстыратынын көрсеңіз ғой. Мен де қалысамын ба деп, биге шақырған жігіттермен билеп, нөмірімді сұрағандардың бәріне беріп тастағанмын. Одан ертеңіне түнімен ішкен адам ұқсап, қисаландап, әрең келдім. Қыздар маған қарап күліп, әлі-ақ үйреніп кетесің балмұздақ деп мазақ қылды. Уақыт өте, айтқандарындай-ақ үйренісіп кеттім. Бірақ оқу жайына қалды. Олар оқуды қатар алып жүреді. Үшеуі озат, ал үшеуі олардан көшіреді. Содан мен де оларға жармасып қалып, кеткен жерлерімді көшіріп жүрдім. Бұл бақытты күндер ұзаққа созылмады. Ата-аналар жиналысы болатын болып, қыздар маған бұл ситуацияда саған көмек бере алмаймыз деп ашығын айтты. Түнде терезеден қашып, таңға таяу періштедей келіп, төсегіме жата салатын менен анам ондай нәрсе шығады деп ойламаған да болар. Мектепте еден жуып жүрген анама барып, ата-аналар жиналысы болады екен деп мұғалімнің айтқанындай жеткіздім. Ал енді бүгін мені соғыс күтіп тұрған еді. Түсте оқудан қайттық. Анам жұмыстан 5-те келеді. Үйді жылан жылағандай етіп, сынаққа сылтау болмасын деп жинап қойдым. Көп күттірмей анам да келді. Ашулы, сезіп тұрмын. Кішкентайымнан бір жерді шалыс бассақ, көсеумен қуалап жүріп, ұратын анамды көріп тұрмын. Не болса да кінәлімін. Бірақ бір ұрар, одан соң не болар дейсің? Анам келіп, сырт киімін шеше сала. Иттің ғана қызы, мені бүкіл жұртқа мазақ қылдың. Басқа сыныптастарын сияқты жүрмейсің бе? Жадыра сияқты үндемей келіп, үндемей кетіп, сабағыңды оқып жүруге болмай ма? Көрсетемін саған ұрланып қашқанды. Аюан, жексұрын деп таяқтың астына алды. Сонында анам жылап қалды. Мені масқара қылдың ғой қызым. Мектептегі еден жуушының қызы қаңғырып жүр екен деген сөзге қалдырдың ғой. Сол дұрыс па енді? Қайта оқуда үздік болып, марапаттап, жағдайын нашар болса да, үздіктердің қатарында деп айтса қанекей деп еңіреп жылай берді. Мама,
Кешірші, бірақ қазір жаспыз. Әбден барлығын көріп қалғанымыз жақсы емес пе? Неге сонша жылайсыз? Сіздің кезде бұндай болмаған. Сондықтан сізде іште өкпе реніш қалып кеткен дедім. Бәрін білетіндей мен. Анам одан сайын ашуланып, санасыз, нәғілдеп оттап отырсын деп қуалап ұра бастады. Ертесіне мектепке бардым. Қыздар кәдімгідей жүр. Жандарына барып, сендерді мамаларын ұрмады ма дедім. Қыздар күліп жіберді. Сөйтсем, үшеуінің шешелері мұғалім. Ол мүлде естен шығып кеткен. Ал үшеуі шешелерімен ым-жымы бір. Ақбөпенің жігіті директордың баласы. Әңгіменің бас аяғы сол екен. Мені сынапты. Анасынан бір жақсылап таяқ жеп алсын деп. Енді мүлдем олай болмайтын болды. Себебі араларына қосылғандықтан мен не істесем де дұрыс. Осылай жүріп 9-шы сыныпты бітірдік. Мектептен жылап жүріп жадыра колледжге кетті. Тағы бір қызбен бір ұл кетті. Тек осы 7 қыз және ұлдармен қалдық. Ішіміз пысқанда жадыраға тиісуші едік. Ол да кетіп қалды. 10-шы сынып басталды. Күнделікті сабағымызға барып келіп жүрміз. Соңғы сабақ дене шынықтыру болатын. Сабақ бітіп, гардеробқа киімдерімізді алуға келсек, Ақбөпенің сөмкесінің артқы қалтасынан 500 теңгені байқап қалдым. Жанына барып, басқа әңгімеге тартып, ақшасын алып алдым. Осылай өзімнің сыныбымнан да, басқа сыныптардан да ақша жасап жүрдім. Бұл деген бір рахат екен. Барлығы қанша тыраштанса да, ұрлықшыны ешкім таппады. Бірақ мен ұрлықшы емеспін. Жай ғана ала салдым. Қыздар өзге сыныптан да ұрлық шығып жатқан соң менен күдіктенген жоқ. Кейін 1-ші тоқсан бітіп, демалысқа шықтық. Демалыста анам бізге қалаған оқу құралдарында алыңдар деп ақша беріп, ауданға жіберді. Сіңілім мен інімді ертіп, анамның берген ақшасына оқу құралдарын алдық. Ал менің ақшама оларды әбден қыдыртып, тәттілер алып, әбден тойып қайттық. Үйге келе жатқанда оларға мамаға ештеңе айтып қоймаңдар деп жалбарынып келдім. Сол уақыттарда әкем көп шетім болды. Құдайдың құтты күні ішіп келетін. Әйтеуір 11-ші сыныпқа да аяқ бастық. Мен сұғанақтығымнан әлі арыла алмадым. Сабақ бітіретін уақыт болғандықтан өзімше масаттанып, әркіммен бір сөйлесетінмін. Қыздармен арамыз алыстап барады. Мүмкін мен туралы бірдеңе естіген болар. Мектепті бітіргенде сонда да олардан қалмайын деп анама жалынып жүріп форма тіктірттік. Түлектер жиналатын мерекелік кешке бір әпкемнің көйлегін сұрап алдым. Барлығы ойдағыдай өтті. Мәз-мейрам болып, мектеппен де қоштастық. Арада 2 ай уақыт өтті. ұбт-ға қатысқан жоқпын. Қатысқан болсам 0 ұпай аламын. Содан ауылда тойханада біраз жұмыс істеп жүрдім. Ол жерде де біраз жігіттермен сөйлесіп тастадым. Қыркүйек айы, күз келіп, күн суытып жатыр. Ауылға жақсы машина мінген, сақал қойып алған бір жас жігіт келді. Оған бірден көзім түсті. Ол да мені ұнатты ма, телефон нөмірімді сұрады. Екеуміз біраз сөйлестік. Күндердің күнінде кездесуге шақырып, кафеге алып барды. Аштан келгендей бәрін опырып жатырмын. Ол маған қарап мәз. Екеуміз бір-бірімізді қатты ұнаттық. Есімі Еламан еді. Еламан мені шынайы ұнатты ма, тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады. Көзімнен от шықты. Менің арманым да осы ғой. Ол өте бай. Еш нәрседен тарықпаймыз. Баламыз да бай қуатты болып өседі. Мен бірден келістім. Құда түсіп келетін болды. Анама барып ескерттім. Басында қорықтым. Қызының жақсы жерге барғанын бәрібірде қалайды ғой. Әпкем, ағам, 2 інім мен сіңілім де мен үшін қуанды. Ал әкем ішіп жүргендіктен оған кейін айтуды жөн көрдік. Ақыры құда түсіп келді. Ауылдағы аға жеңгелері шашу шашып, бақытты болыңдар деп, Еламан екеуміз болсақ мәзбіз. Барлығымыз бірге ұзатылып кететін күнді белгіледік. Қалың малдарын беріп, олар кете сала, базарға барып, керек жарақтың бәрін алдық. Қалың малдың жартысына киімдер алсақ, жартысына жасауымды алдық.
Бай отбасына бара жатқаныма ата-анам дән риза болды. Ол кісілер түсінігі мол жандар сияқты. Барлық талаптарымызға көніп, айтқанымыздай жасап жатыр. Мүмкін жағдайымыздың жоқтығын көріп, жандары ашыған болар, ұялған да шығар. 18 жасқа әлі толмадым, ал мен тұрмысқа шыққалы жатырмын. Бұл дұрыс па, әлде бұрыс па, түсінбей тұрмын. Ертең ол үйге барып, мені жұмысқа салып, ақша бермей қойса қайтем деген сұрақтар миымнан кетпей қойды. Келін болып түскен соң беташар жасалып, бөлмемді реттеп, киімдерімді жайғастырып, келіндік өмірге кірісіп кеттім. Үйдегі не затты көрсем де үйге апарғым келіп, көзіме жәутен етіп көрініп тұр. Атам үндемей қалған жақсы кісі, алайда енемнің мінезі бар сияқты. Содан тойға көйлек іздеп қалаға шықтық. Әр көйлекті бір киіп, қаланы аралап, біраз жүру үшін өтірік ұнатпай жүре бердім. Қателеспесем, 9-10 салоннан әрқайсысынан 7-8 көйлек киіп көрген шығармын. Әйтеуір, бір көйлекті таңдағанымда күйеуім қуанып кетті. Қымбат болса да, көйлекті күйеуім сатып алып берді. Ең керемет макияжбен, шаш үлгісі менде болды. 500 адам шақырылып, тойханада үлкен, барлығы өте қымбат. Нақтысын айтқанда, тойымыз керемет өтті. Көре алмайтындар іштері күйіп өлген шығар. Барлық салт дәстүр жасалып, тойдың Құдайға шүкірін беріп, уф деп, үйдегілермен енді әңгіме дүкен құра бастадық. Айтқанымдай, ақ енем тым қатал екен. Үйде ақшаның бәрін сол ұстайды. Маған да сол заңды түсіндіріп, әлек болып жатыр. Ертең тусан да, баланың ақшасын маған бересің. Мен керегінің бәрін өзім әкеліп тұрамын дейді. Мен қатты ашуландым. Енеме бірден: кешіріңіз, мен бұлай түрмеде тұрғандай боламын. Өз ақшам өзімде болады. Қашан сыртқа шыққым келсе, сол уақытта шығамын дедім де, тірлігімді жасап жүре бердім. Өзіме нендей дух жинап алғанымды білмеймін, алайда енеме қатты ашуым келді. Одан күйеуіме: шеше неге келе сала, маған ондай әңгіме айтады деп шу шығардым. Ол болса, сабыр етші деп әлек болып жатыр. Күйеуім өте момын, ал мен оны көп пайдаландым. Алдымен қымбат телефон алдырттым. Одан соң киімдер, косметика, немесе басқа да болмайтын заттар. Үйде ұрыс көп болды. Үйдің берекесі кетті. Әркім ақшасын өзі ұстап, жөндеріне кетті. Бірақ оған алып жатқан мен жоқ. Сөйтіп жүріп, аяғым ауыр болды. Толғаққа шыдай алмай, кестіріп алдым. Қызды болдық. Оған назданып, қаншама ай төсегімде тұрмай жаттым. Екі көзім телефонда. Интернетте түрлі жұмыстарды істеп көрейін деп, шетінен күйеуімнің ақшасын сорып жаттым. Анам ақша сұрасада, әпкем, ағам сұраса, бере салатын едім. Мендей келін жоқ шығар. Ата енем мен күйеуімнің соры болдым. Оны кейіннен түсіндім. Бір күні ставка тігу арқылы ақша ұту жайлы көріп қалдым. Басында 2000 теңге салып, 4000 теңге ұттым. Кейін бірден көп ақша салдым. Одан 2 есе ұтатын шығармын деп ойладым. Бірақ олай болмады. Күйеуімнің ақшасын жоқ қылдым. Жұмысқа барып келетін бензин, қызға памперс алатын ақша да қалмады. Мүмкін емес, мүлде қалмады. Кейін кредит алуды жөн көрдім. Күйеуімнің атынан, телефоннан, паспорт арқылы кредит алдым. Себебі менің жасым жетпейді. Бір түннің ішінде қаншама кредит алып, қаншама ставкадан ұтылғанымды білмеймін. Ертесіне енеме хабарландыру келген. Сөйтсем, енемнің банкте связы бар екен. Дереу күйеуіме қарады. Оған бас сала ұрысып, бір түнде соншама миллионды неге алғансың деп. Күйеуім маған қарап, мен болсам үнсіз жерге қарадым. Енем сол күні үшеумізді өз күндерінде өздерің көріңдер. Маған енді жолаушы болмаңдар деді. Содан қарызға квартира жалдап, күйеуім мен құртқан ақшалардың өтеуімен квартираға, жол ақысына ақшасын әрен жеткізіп жүр. Ал қызымның жәрдемақысына памперс пен азық-түлікті әрен аламыз. Қызым бірге толған соң садикке беріп, мен де жұмысқа шықпақшымын. Қатты қиналдық. Неге сол ойынды ойнадым екен? Неге басым айналып шыға алмай қалдым? Тіпті түсінсем бұйырмасын. Бір түсінгенім,
Мұның барлығы өткен өмірімнің маған берген өтеуі болды. Тағдырдың мендей қайырымсыз пендесіне берген сынағы болды. Әлі де сол қарыздан құтыла алмай күн көріп келеміз. Күйеуіме Алла күш қуат берсін. Мені тастамай бағып келеді.